Армысыз қадірменді көрермен, эфирде ой қозғау подкасты. Біздің подкастымыздың мақсаты қазақ тіл білімі мен ғылымын, әдебиеті мен лингва мәдениетін заманауи тұрғыда талқылау. Өйткені кез келген елдің күші сол елдің білімі мен ғылымында. Қазақ әдебиетін әлемдік кеңістікке шығарудың жолдары қандай? Әдебиетіміз арқылы қазақтың шырайлы тілін көпшілікке таныта аламыз ба? Бүгін осы тақырып төңірегінде ой қозғамақпыз. Алдымен студиямызға келген қонақпен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Халықаралық әдеби агент, аудармашы, новатор педагог, Еуразиялық шығармашылық гильдиясының ақылдастар кеңесінің мүшесі Бақтыгүл Махамбетова. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бақтыгүл ханым, сіз ашқан әдеби агенттік орталық Азия көлемінде бірінші ұйым болып саналады. Осындай әдеби агенттікті ашу идеясы қайдан келді? Бұл іске сыбана кірісуіңізге не түрткі болды? Жалпы жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, педагог ретінде менің үлкен тәжірибем бар. 30 жыл өмірім осы оқу ағарту саласына қызмет етумен өтті. Содан кейінгі соңғы 11 жылда әдебиеттің үлкен әлеміне кіріп кеттім. Әдеби агент деген ол өзінің функционалдық қызметі қалам ұстаған қаламгерге қызмет ету, қызмет көрсету. Мынау қаламгер, жазушы, ақын дейміз, олар өздерінің қаламына ие болса, біз сол жазушыға жағдай жасап, соның баспагермен байланысын реттеу, одан кейін кітап болып басылып шыққаннан кейін кітап дүкендермен байланысын реттеу, оқырманның қолына жеткізуге, соның барлық жаңағы анау-мынау ұйымдастыру жұмыстарын бәрін үйлестіруге әдеби агент қызмет ету керек. Жалпы ол әдеби агенттің тарихы біздің елде осы менің күштеуіммен қоғам енді көздері жетіп бұл қызметтің өте маңызды рөл атқаратын сезініп келатса, негізі бұның тарихы 1,5 ғасыр бұрын Европада дүниеге келген сондай бір жақсы бағытты мақсат қойған, сондай бір үлкен сауапты іс жасап жүрген адамдардың тобын айтамыз, әдеби агенттер деп. Менің бұған жаңағы алдыма мақсат қойып осы жолға түсуіме, енді мынау мұғалім болып жүрген кезде мен өзі тіл маманымын ғой. Тілдерді оқыту, тілдер бойынша үлкен жобалар жасау деген сондай бағытта жұмыс жасап жүрген кезде, біз әлем әдебиетін оқытамыз тілдерді үйрету барысында, өзім шет тіл маманы болғандықтарым. Сөйтіп әлем әдебиетін оқытып жүргенде сол жобаға мен қазақ әдебиетінің де інжу маржандарын, жауһарларын таныстырып, соны шетелге барған біздің елдің азаматтары өзінің елінің де әдебиетіне хабардар болсын, айта алсын, сондай мақсатпен мен сондай бір жобаға енгіздім да, сол кезде реакцияны көрдім. Біздің қазақ әдебиетінде, әлем әдебиетінде оқылуға лайық ешкім жоқ, әуезовтен кейін кімді оқимыз біз деген маған сондай бір кері реакциялар болды да. Сосын кейін мен ойладым, біздің мынау енді мен жобаларды жасаған кезде мынау ұлттық жоғары оқу орындарының оқытушылармен, профессорлармен жасадым. Мынау халықаралық ұлттық компаниялардың үлкен топ менеджерлері, қызметкерлеріне жасадым. Енді студенттерді, оқушыларда осы жобаларыма көп қатысып жүрді. Сол кезде жаңағыдай ой түйіп, сосын әдебиетті зерттеп бастамайын ба? Неге бізде жоқ дейді? Неге біздің оқып жүрміз ғой енді? Оқып келді, оқып жүрміз, әуезовпен тоқтап қалмайды ғой біздің қазақ әдебиеті деп. Сонымен мен зерттеп басқан кезде біздің әдебиеттің ешқандай насихатсыз, ешқандай жаңағы қамқорлықсыз сондай қалғанын көрдім да енді. Енді ол былай қарасаң, мына 20 ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынұлы бабамыз маса болып ызыңдап өзінің атақты өлеңі бар ғой, маса деген. Сол сияқты қоғамды оятам, қазақты оятам деп өмірін соған арнады ғой енді, қысқа ғана ғұмырын. Былай қарасаң, енді ғалым ретінде де барлық несін артына үлкен мұра қылып қойса, одан да үлкен мұраны қалдыратындай ғалымымыздан мынау сол кездегі отарлық жүйенің бір үлкен әсері, сондай ғалымнан айырылып қалдық. Сол жаңағы тілге тиек етіп жатқан, мен де қоғамға маса болып ызыңдап, Ахмет Байтұрсынұлы бабамыздың маса болып ызыңдап, осы әдеби агент керек әдебиетке. Әдебиетті насихаттауымыз керек. Сонда қолдан жасап алған біздің тіл мәселеміз деген күнделікті жаңағы күн тәртібінен түсетін болады. Біздің мәселеміз тіл болмау керек. Бұл өте дұрыс емес. Мынау методика деп, әдістеме деп, кітап деп, мұғалім деп жүргеннің бәрі әшейін гәп. Бізде ниет болу керек.
бізде мынау сұраныс тудыру керек. Табандылық керек. Бізде мынау өмірдің барлық саласында осы тіліміздің қолданысының аясы кеңею керек. Сол кезде ғана бізде мына мәселе деп көтеріп отқанымыз болмайтын еді. Өз-өзіміз шешіп. Иә, біз кітапты дұрыс қолға алайық. Кітапты дұрыс қолға алайық дегеніміз, өйткені жазушылар гонорар ала алмай қалды, кітабы дұрыс сатылымға шықпай қалды. Біздің кітап нарқын тек қана мына көршіміз, солтүстіктегі көршіміз осы күнге шейін алып, біздің немізді басып, еңсемізді басып, нарқымызды да жаулап, соның бәрін осы барлық табысты өздері алып жатыр ғой енді. Бізде әлі орыс тілі үстемдік етіп отқанын біз жасыра алмаймыз. Оның барлығын жасырмағанды бәрі көріп отыр, біліп отыр. Сол себепті мен осы кітап нарқын зерттеп шыққан кезде көптеген сұрақтардың әшейін ауада қалқып тұрған көрдім да. Оның жауабы бір ғана нәрсе, тарату механизміне бізде өте үлкен қаржы құю керек. Тарату механизмі деген ол әдеби агент деген жүйе құрылу керек. Мысалы, ол әрбір баспаның өзінің бір әдеби агенттері болу керек. Жазушылар одағында әдеби агент жұмыс жасау керек. Бізде мынау Әуезов институты дегеніміз бар, Байтұрсынұлы атындағы институтымыз лингвистика. Барлық институттарда әдеби агенттер болу керек. Олардың жасап атқан дүниелерін тек қана өзінің шыныңды өзің қайнай бермей, өзің қазаныңда. Сен оны сыртқа көрсетсей, дұрыс жұмыс жасап жатсаң. Сыртқа әлемде тұшынып, сенің еңбегіңді бағаласын, оқысын, көрсін. Анау күшті екен деп сырттағыларға әулие тұта бермей, біздің де еңбек аталатымызды көрсетуіміз керек қой деп мен айтып жүрдім. Сөйтіп осындай бір бағытқа мақсат қойып келіп қалдым. Бақтығұл ханым, енді 11 жыл болды дедіңіз, таза осы әдеби агент жұмысымен айналысып жатқансыз. Енді мұзжарғыш болып тұрсыз ғой осы сала бойынша. Қазақстандағы. Орталық Азиядағы тұңғыш әдеби агентпін. Мұзжарғышымыз деп санауға болатын шығар. Енді осы жылдар ішінде қанша авторға әдеби агент болдыңыз, және біздің қазіргі қазақ жазушыларының, қаламгерлерінің қандай еңбектерін мінекей деп жарқыратып көрсетуге лайық дүниелер деп баға берер едіңіз? Енді жалпы мен жазушылар одағында қазір 900-дің о жақ бұл жағында жазушылар одағы мүшесі дейді ғой. Енді сол барлығын деп 100% деп айтпайын, бірақ та енді менің білуімше өзімнің мына жұмыстарым, мен мына 12 жылға жоспар құрадым. Ең алға шыққан кезде не істеуім керек? Бұл әдеби агентке мен енді мұғалімдер сабақты біз кәдімгі сабақ жоспарымен жасаймыз ғой жаңағы. Лекцияға кірсек те, семинар өткізсек те, былай жай сабақ, практикалық сабақ өткізсек те, оның белгілі бір басталуы бар, аяғы бар, сондай несі бар. Мен де осы жолға шыққан кезде 12 жылға, 13 жылдан 25 жылға жоспарымды құрап алдым да. Солайынан мен нәтижесімен келе жатырмын. Әр жылдардың өзінің белгілі бір межелі жұмыстары бар. Сол жұмыстардың бәрін енді мен бәрін 100% керемет істедім деп айта алмаймын. Өйткені менің мақсатыма жете алмағандарым маған сабақ болды, тәжірибе болды. Ал мақсатыма жеткіздіріп, нәтижесін көрсете алған жұмыстарым ол кәдімгідей қоғамға серпіліс туғыза алды. Қоғамға бір қозғалыс әкеле алды. Менің артынан мен әдеби агентпін деп қаламгерлердің өздері шыға бастады. Жастардың арасынан талпыныстар болды. Мен жазушыларға айтамын, сіз деген тек қана жазушымын деп қана болмаңыз. Мысалы, мынау біздің мынау Райса қызымыз аударған Харри Поттердің авторы Джоан Роулингтің мына жұмыс істеу графигі қалай? Ол мысалы жексенбі күндерін алып тастағанда, мынау 365 күннің, қалған күндердің бәрінде ол өзінің шығармашылығынан бөлек 2 сағат, 3 сағат уақытын оқырмандармен кездесуге, баспагерлермен кездесуге, сондай орта қоғаммен байланыста жүрген. Жазушы өзін тығып қоймау керек. Жазушы кең өзін насихаттайтын, өзінің де бір энергия алатын, өзінің де шығармашылығына көзін табатын, идея табатын ортада жүру керек деп ойлаймын да. Қараңғыда отырып алып қол бұлғасаң сені ешкім көрмейді ғой. Сен жарыққа шығуың керек. Сен жарыққа шықсаң, сенің жарығың жан-жаққа өзінің бір нұрын шашып, сол кезде саған жұрттар көңіл бөле бастайды. Сол кезде ғана сенің шығармашылығыңа да назар аударып бастайды. Осылай деп айтып еді ғой бір шығармасында деп, оны ары қарай дамытып, оны спектакльге айналдырып, оны әрі қарай киноға түсіріп, сондай жұмыстарын жасайды. Енді мен пәленбай деп санын айтқым келмейді. Біраз жазушылар маған байланысқа шыққан, кеңесімді аяған жоқпын, қызметімді аяған жоқпын, белгілі бір деңгейге шықты. Енді бірінші менің айтатыным осы биылғы жылы сондай бір үлкен жетістігі деп білемін. Мына Меценат газет премиясының биылғы жылғы жүлдегері Сәуле Досжан.
менің осы әдеби агенттік бағдарламамдағы авторлардың ең бір еңбекқоры, ең бір жаңағы ізденімпаз, сондай бір алдына мақсат қойса соған жетпей тынбайтын бір жазушыларға, бүгінгі күнгі жазушыларға өте қажет қасиеттерді бойына сіңіре білген, енді қаламы қазір прям жақсы жүріп тұрған бір енді бүгінгі күннің, бүгінгі заманның жазушы деп айтар едім, Сәуле Досжанның шығып атқан белестерін. Енді ол кісінің шығармасын мен Букер премиясын ұсындым. Ол Букер премиясы барлық жазушының арманы. Осы Нобель алғысы келеді, Букер алғысы келеді барлық жазушы біздің елде. Бірақ одан да басқа жүздеген мықты платформалар бар. Олардан хабар да жоқ. Тек қана енді білетіні жаңағы Нобель мен Букердің айналасы. Бірақ та енді Букердің өзінің бір тарихын айтатын болсам, ол Букердің мына Британияда үлкен бір холдинг бар. Мега холдинг, Folk Communications Group деп аталады. Соның ішінде Folk Culture деген, оның ішіндегі бір жаңағы бағытында жұмыс жасайтын бір холдинг бар, анау мега холдинг ішіндегі, сол Folk Culture деген соның ішіндегі миллиондаған жобаларының бір жобасы ғана Букер. Бірақ енді сол Букердің өзінің аясында, премиясының аясында, соның астында қаншама басқа проектлер жұмыс жасап жатады. Мына Букерге шыққан қысқа тізім шорт-листтер, финалистер ғой енді. Соның ұзын тізімге іліккен, шорт-листке, қысқа тізімге іліккен барлық жаңағы бірнеше мемлекеттен қатысқан жазушылардың еңбектерін олар бірнеше тілдерге аударады, бірнеше бағытта оны біз мысалы біз білмейміз. Олар мына қоғамда бірнеше бағытта біз қоғам мүшелерін білеміз ғой. Өмірін темір торға тағдыры солай болып қамап қойған, соларды тәрбиелеп жатыр. Оларға да бағытталған әдебиетті жібереді содан. Тілдері жоқтар, жаңағы сөйлей алмайтындар. Көздері көрмейтіндер, соның бәрін олар қамтып отырады. Бәрекелді. Ал енді Гарри Поттер деп айтып қалдыңыз. Харри Поттер қазақша нұсқасында солай үйрендік. Сол Харри Поттер секілді біздің қазіргі қазақ әдебиетінде лайықты сондай туынды бар ма, сөйтіп жарқыратып шығара алар едік, егер Харри Поттердің командасы секілді ұжым жұмыс істесе дейтіндей? Бар. Қайсыларды атар едіңіз? Енді сонда Харри Поттер секілді миллиардтаған ақша таба алатын, белгілі бір индустрияны қалыптастыра алатын. Енді біздің елімізде, Құдайға шүкір, сен қозғалды, әдебиетке бұл жақсы көзқарас қалыптасып келе жатыр. Мынау соңғы жылдарда жазушылар одағының бір әдемі бір жұмыстарының нәтижелерінде көріп келе жатырмыз. Енді елімізде біраз жақсы жобалар бар ғой, енді кітап палатасы өзінің бір деңгейінде жұмыстарын жасап жатыр, осы кітаппен байланысты ұйымдардың бәрінде. Енді біздің мынау осы министрлік, мәдениет және ақпарат министрлігі де өздерінің бір оң нелерін, қолдауларын ұсынуға тырысып жатыр әдебиетке деген. Соның ішінде бірнеше байқаулардың, премиялардың жүлдегерлерін іріктеп жатыр ғой. Қаншама іріктеуден өткен. Мен ойлаймын, қазақтың шығармаларының осалы жоқ деп қазіргі шығып атқан. Енді арасында болады, кездеседі. Белгілі бір біздің елімізде әлі де анау Бәке Сәке дегендердің несімен шығып кеткендер де бар. Бірақ та шынымен де шын талант, дарынды, осы болашағını үміт күтетін деген жастарымыз бар. Бір ғана мысал айтайын. Менің өзім аудармашымын. Тек қана әдеби агент қана емеспін. Осы биылғы жылы Нотр-Дамда құлшылық жасау керек пе деп жарқыта қалған, жылдың басында Әлихан Жақсылық деген ақтөбелік жас дарын шықты. Сол өтінішімен мен шығармашылығын қолға алып, біраз өндіріп жазып жүрген. Біраз көмегімді, кеңесімді беріп жатырмын. Оның шығармасын да аудардым, сол шығарманы. Сөйтіп
ол шығарманы Букерге де ұсынып жібердік. Енді Букерден бұрын жаңағы сол шығарманы шығарған, баспадан шығарған Лондондағы баспа өздерінің жыл сайын ең үздік кітаптарын бірнеше номинациямен белгілеген кезде сол Британияның әдеби сыншылары жаңағы Әлихан Жақсылықтың кітабын сыншылар таңдауы деген премияға ұсыныпты. Бәрекелді. Құдай қаласа біз сол Әлихан екеуміз сол Англияға барып сол премиямызды, жүлдемізді алып қайтамыз ба деген ниетіміз бар қазір. Әлихан Енді ол, Әлихан деген енді ол дарынды бала, бірнеше идеяға ол алдын ала бірнеше жылға жоспарлап отыр, қай тақырыпта қалай жасайтын, биылдың өзінде өнімді еңбек етіп отыр. Енді мақтап айта берейін десең, қазір оларды мақтамау керек. Оларға тек қана жұмыстандыру керек, оларға бағыт беру керек, талаптандыру керек, мынандай мақсат қою керек, сол мақсатқа жеткенше еңбектеніп жұмыс істей беру керек. Босаңсуға болмайды дейсіз. Босаңсуға болмайды. Мен деген өте үлкен не берем оларға. Сол бойынша олар жұмыс жасау керек та. Онсыз болмайды. Қазіргі уақытта бір жаққа жаңағы өзіңді дәлелдегің келіп, өзіңді көрсеткің келсе, сен кәдімгі өзіңнің ішінде байлықтың тұнып тұрғанын көрсетуің үшін, сол үшін де көп еңбектенуің керек. Ішінде түк жоқ адам несін береді? Ішінде бар болғаннан кейін сыртқа шығады оның бәрі. Көкірекке анау жоғарыдан құйылып тұр ғой ол. Ол белгілі бір миссиямен келген нәрсе де ол саған. Мысалы, мен де мұғалім болып, айына миллион айлығымды алып отырар едім да, мысалы. Бірақ та мен оны ақшаны мен алдыма мақсат қойған жоқпын. Ақша менің нем емес. Мен қазір бірінші кезекте осы бір қозғалысты жасай алсам, осы жолға адамдардың бәрін бағыттай алсам, өйткені бізге қазір қоғамды руханиятқа бетін бұрғызу ең үлкен мәселе болып тұр. Қоғам азғындап баратыр. Адам адамдық келбетінен ажырап баратыр. Қазақ тамырынан ажырап баратыр. Қазақты тілден ажыратқан анау сексеуіл саясатын қолданған кезеңнен бастап біздің қазақ болудан қалып баратырмыз. Ең бірінші біз сол адамдығымызды сақтай білсек, қазақтығымызды сақтай білсек, өйткені біздің мемлекетіміз бар ғой, Қазақстан деген. Сол Қазақстан деген мемлекеттігімізді сақтап қалу үшін сіз болып, біз болып, жаңа қоғамдағы ең үлкен жауапкершілік артылатын қолына қалам ұстаған жандар, ол тек жазушылар ғана емес, ол ғалымдар, ол жаңа мұғалімдер, ол жаңағы осы руханият саласына басын тыққан барлық біздің қоғамның мүшелері атсалысып өздерінің қызметтерін аянбауы керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Жаһандану заманында мынау жаңа әлеуметтік желі, басқа да жаңа технологиялар кітаптан мүлдем алыстатып жіберді ғой, әсіресе жас буынды. Мына соңғы өткен жылы деректерді естіп қалдым. Орта Азия бойынша ең көп мынау әлеуметтік желіні тұтынатын ол біздің ел екен, оның өзінде жастар көбісі. Яғни осының өзі сіздердің еңбектеріңіз одан сайын өнімді болып, олардың бетін бері қарай қайтаруда, Құдай қаласа, нәтижесін көретіндей. Енді қараңызшы, менің бір авторым болды, өмірі қысқа болды, бір аяқбас дертке шалдыққан Торғын Жолдасбек қыз деген авторым болды. Сол қызым әлеуметтік желі арқылы өзінің аудиториясын тапқан қаламгер болды. Мысалы, әлеуметтік желінің де өзінің бір пайдасы бар. Аягүл Мантай. Аягүл Мантайда менің бір жақсы сүйікті авторларым болды. Өзінің тірісінде біз онымен қанша сағаттап сұхбат құратымыз телефонмен. Өмірде бір-екі ақ рет кездестік. Бір хабарда бірге түсіп қалдық. Осы Парасат майданында Аягүл Мантаймен. Бірақ енді бұлай телефонмен өзі бір сағаттап әңгімелескізі, сондайына сұхбат құратын. Көп әдебиет туралы біз әңгімелер айтатынбыз. Сонда бір жақсы қыздарымыз болды. Солардың айтқан ойлары көп адамға жолдарына жарық болып жағылды. Көп адамдарға олар өздерінің сәулесін түсіре білді, өмірлеріне бір қазық болып, темір қазық өздерінде екенін, ешкімге алаңдамай өздерінің өмірлеріне өздері қожа екендіктерін түсіндіре білді деп ойлаймын. Мен бір Серікбол Ермахан деген бір ақын азаматтың осы Торғынның күш салуымен, Торғынның айтқан сөзінің оған бір сондай бір қатты санасына әсер етіп, түп санасына әсер етіп, қайтадан өзінің ақындығына оралып, қайтадан өмірден өз орнын табуына түрткі болғанына мен Торғынның да миссиясын орындап кеткенінің бір мысал деп айтуға болады. Ол Торғын
тек қана оған емес, ол қаншама өзінің парақшасына тіркелген, қаншама өзінің оқырмандарына өмірлік азық сыйлап кете алды деген сондай бір ойым бар. Яғни әлеуметтік желіні осы бағытта пайдалансақ, әдебиетті Әлеуметтік желі арқылы өзін насихаттап жүрген Мұнайдар Балмолда деген қаламгеріміз бар. Ол деген жазушы да, ол деген ақын да, ол деген журналист, публицист, былай қарасаң, ол деген енді жан жақты, енді керемет. Білесіз бе, біздің қазақ қаламгерлерінің осы уақытта ең бір мен ұната қоймайтын бір қасиетінің әлде болса бойларынан ажырамай тұрғаны. Біз бір-бірімізді бағалауға асықпаймыз. Біз бір-бірімізді әлде болса оқымаймыз. Тіптен ғалымдар, жазушылардың шығармаларынан хабары аздау. Ғалымдар өз әлемде ғылыми. Мені жаңа ғалым әйелдер қоғамының кеңесшісімін. Осы ғалым әйелдер қоғамы құрылғанда профессор Таңатай апа менің ұстазым, сол қоғамды құрған кезде сол қалай құру керек, енді мен кәсіпкерлік бағытта біраз тәжірибе жинақтағандықтан оны қалай құру керек, қандай жұмыстары болу керек, сол бойынша мен біраз өзімнің кеңесімді бердім да, сол қоғамның кеңесшісі болдым. Сол кезде біраз ғалымдардың еңбектерін өздерін қалай насихаттайтын жолдарына әлде үйлестіру жолдарын біле алмай жүргендеріне мен біраз өзімнің ойларымды айттым. Енді қазірде де мен ғалымдармен де жазушылармен де жұмыс жасаймын. Өйткені фикшн, нон-фикшн дейді әдебиетте ағылшында, иә. Екі бағытта да халықаралық деңгейде насихаттап жүрген өзім ғана болғандықтан, мен осы екі бағытта да ақыл кеңесімді аямай сол бағыттарды мен насихаттауға, дамытуға атсалысып жүрмін. Сонда ғалымдар айтады ғой, осы қоғамда қайраткер жазушылардан жоқ деген әңгімені айтады. Мен айтам, сіздер кешіріңіздер деймін. Қуандық Түменбай деген жазушы бар дедім. Не бір қиын күндері сол кісі өзінің ойын ашық айтып, ол кісінің айтқан жаңағы ойлары өзінің белгілі бір колонкасы болып, бірнеше газеттерде шығып жүрдім. Көз бояу жоқ көріністер деген. Содан кейін ол кісі дедім, өзінің бір көркем шығарым туындыларында Алтынбек Сәрсенбайды кейіпкер ретінде Оқ деген хикаятына енгізді. Хасен Қожахмет ағамыз бар, өте үлкен күрескер ағамыз. Ол кісінде өзінің бір романның кейіпкері, бас кейіпкері, арқау өткен. Енді өмірде артында үлкен із қалдырып кеткен біздің қандай да бір мақтан ететін, тарихқа кететін есімдері қаншама тұлғаларды шығармаларына арқау етіп, солардың ойларын шығармаларына алып келіп, ұрпаққа қалады ғой кітап, тасқа басылған. Бүгін оқымаған ұрпақ әйтеуір бір кезде бір оянып кетіп оққан кезде ана кісінің шығармаларын алып оқыса, сол кезде көздері жететін болады. Дұрыс айтасыз. Бақтыгүл ханым, мынау шетелде көп боласыз, әдеби агент ретінде, о жақтың әдеби ортасында біраз ерекшелігін біліп қалдыңыз. Жалпы шетел оқырмандарын қандай жанрлар қызықтырады қазір? Енді шетел оқырмандары қазіргі уақытта ең бірінші сондай бір өте қатты қызығушылық танытып жатқан фэнтези бағытындағы. Фэнтези, мына сосын балалар жағы көбінесе комикс. Сосын кейін біз айтамыз ғой, енді біз жақта енді кітап сатылу жағы қиын, андай табыс әкеле қоймайды, мына қағаз кітап болып басылып шыққан деген әңгіме бар ғой, ол жақта әлі кітапты да оқиды. Қандай қоғамдық көлікте болмасын, сіз көресіз қолына кітап ұстап оқып отқан адамдарды, оқылады. Бірақ та сонымен қатар қазіргі технологияның бір несі электронды кітаптар өте жоғары сұраныста. Аудио кітаптар өте жоғары сұраныста. Енді қазір біздің подкасттар шығып жатыр, кітап подкасттар, қандай керемет кітаптарды талқылайтын біздің елімізде де былай жақсы үрдістер, мына жастар көп шығарып жатыр ғой кітаптарды талқылап. Енді ол Абай ТВ-де ол Жүсіпбек Қорғасбек ағамыз бастап отыр. Енді ол енді үлкен телеканалдың платформасында. Ал бірақ бізде мына қаншама осындай шағын студиялар көзі ашық, көкірегі ояу азаматтарымыз біраз жұмыстарды қолға алып жатыр. Оның өзде қоғамның оянып келе жатқанын көрсетеді. Әр қалада клубтар бар, кітап талқылау. Кітап оқырмандар клубтары бар. Жастар өздерінің қызығушылықтарына қарай, мысалы, біреулерге ұнайды детектив бағытында, детективті талқылайды. Біреулерге жаңағы мен айтқан фэнтези жанры. Енді неше түрлі біздің жанрлар көп қой қазіргі әдебиеттегі. Соның бәрін енді романның өзінде қазір бірнеше неге бөлініп кетті. Соның бәрінде де өзінің оқырмандары бар. Біздің мына әдебиетке өте үлкен қызығушылық мен тудырып жүрмін. Қалай тудырып жүрмін? Мысалы, осы
пандемияныңды қанша адамның өмірін жалмап кетсе де бір нелері болды. Біз мына зуммен жұмыс істеу арқылы, онлайн жұмыс істеу арқылы да жұмыстарымызды тоқтатқан жоқпыз. Мына мәдениет бағытында, қаншама конференциялар, зум конференциялар өткіздік, симпозиумдар өткіздік осы онлайн арқылы. Сол кезде мен біздің мына Қазақстан әдебиетін, Орталық Азия әдебиетін бір қатар таныстырдым. Сол кезде енді көптеген шығармаларымыз әлі аударылу несіне келе алмай жатыр ғой, қаржы керек дегендей аударма нұсқалары жоқ әлі. Енді біздің мына Рауан Кенжехандар қолға алған жобалар, енді ол әлі тек қана жаңағы алғашқы қадамдары деп айтсақ болады. Ол жеткіліксіз ғой. Біздің әдебиетте мынаны шетелге біз ұялмай ұсына аламыз деген мықты шығармаларымыз бар. Сол шығармалар өзінің кезегімен, өзінің ретімен, мына сәтімен дегендей ұсынылып отырса, ол қалай ұсыну керек? Мысалы, кеше ғана мен Франкфуртте болдым, халықаралық кітап көрме жәрмеңкесінде. Мен ұсынған авторларды бірденнен қабылдадым. Мен 20-дан астам мемлекеттің өкілдерімен келіссөздер жүргізіп келдім. Сол авторларымды қабылдаттым. Қазір соның жаңағы, сол кезде келіскен келіссөздердің нәтижесі, біз енді келісімшарттардың пункттерін жаңағы бөлімдерін талқылап жатырмыз қазір. Онлайн мен олармен кездесулерім жалғасып жатырмын. Екінші кезеңі ғой. Екінші кезең, үшінші кезеңдеріне кетіп жатыр менің. Сол мына бір апта болды ма біткеніне 10 күнде болған жоқ, Мен екінші кезең жұмысын бастап кеттім. Өйткені мен ананы сатып келдім авторларымды, олар бірден қабылдады. Енді біз қазір дискуссия болып жатыр. Келісімшарттың пункттерін. Бұлай болады, алай болады деп екі жақты жасап жатырмыз. Біздің елімізде мынандай нәрсе жетіспейді деп ойлаймын. Мысалы, Түркияның платформасында арнайы қор бар екен. Егер түрік әдебиетін сыртқа шығарып, өзінің мемлекетінде таныстырып, аударып, баспадан шығарып, таныстыратын болса, олар кәдімгідей грант қаржы ұсынады екен. Мемлекет. Мәдениет насихатшысы ретінде, Оларда кәдімгі мәдениет министрлігінде халықаралық көрме жәрмеңкелер және насихаттау департаменті бар екен. Көрдіңіз бе Түркияның? Мен апарып авторларымды ұсынғанда, Түркияда бір мықты аудармашы ғалым бар, Ашур Өздемір деген. Неше жыл жұмыс істеп келе жатырмыз ол кісімен. Одан да басқалар да бар. Қазақшасы жетік. Ол кісі өзі Қазақстанда жұмыс істеген, біраз біздің қазақ әдебиетінің еңбегі зор. Сол кісінің аударып қойып, неше жыл Түркиядан баспадан шыға алмай жатқан шығармалар бар. Оны да айттым. Одан кейін өзім апарып отырған авторларының шығармаларын таныстырған кезде аналар айтады ғой, біз бұларды таныстырамыз Түркияда дейді ғой. Біз бұларға өзіміздің қаржымыз бар. Уайымдамаңыздар, біз бұны түрікшеге аударамыз, біз бұны баспадан шығарамыз деп мені қатты қуантты. Көрдіңіз бе, қандай керемет. Ғалымдарымыздың да еңбегін, жазушыларымыздың еңбегін мен соларда жаңағы таныстырып, олар сондай зор ықыласпен тыңдап, оны дұрыстап сата білу керек. Дәнекерші болып тұрсыз ғой. Мен дәнекершім ғой. Дұрыстап оларды таныстыра білу керек. Әдемі тілмен жаңа шығарманың өзегін, шығарманың мәйегін дұрыстап жеткізе білсең, бірден құлайды олар. Әлемде мына қасқырмен байланысты шығармалардың авторлары мықты бар, әлемді жаулаған. Енді Шыңғыс Хан Батыршылар шығармасын білесіз, енді өзіміздің мына қырғыз, қазақ бір туған дегенде, Мұхтар Әуезовті білесіз, енді өзімізден шыққан, Енді олар бір шығарма, екі шығарма ғой енді жазғандары. Ал бірақ сіз айтайын ба, сіз естіген жоқсыз, сіз білмейсіз. Мұнайдар Балмолданың қасқыр мен қазақ туралы 10 роман жазып тастаған. Мен соны түріктерге айтқан кезде, қазақ әлі басып шығарған жоқ оның кітаптарын десем, біз бәрін басып шығарамыз деді ғой. Бәрекелді. Әкеліңіз деді, біз бәрін басып шығарамыз деді. Көкбөрінің ұрпақтарымыз дейді ғой. Көк түрік көкбөрі біз шығарамыз дейді. Ол түгіл мына оңтүстік Корея айтты ғой. Шығарамыз біз Мұнайдар Балмолданың кітаптарын деп. Содан кейін ол мына бұрынғы Қазақстан мен жаңа Қазақстанның нелерін кейіпкерлерін қосқан ғой. Біздің тарихымызды біздің ғалымдарымыз тарих оқулықтарын әлі дұрыс ұсына алмай жатыр ғой қоғамға. Біз әлі жүйеге кіргізе алмай жатыр. Соның жауапкершілігін жазушылар алып, өздерінің тарихи романдарын жазып кетті ғой. Әбдісаттар Оспанов деген көкеміз бар, мықты жазушы. Мынау Жанғожа Батыр деген біздің тарихта мынау статусы хан, Кенесары ханның статусынан кем емес, бұлай қарасаң ше, қазақтың мына тарихында алтын әріппен жазылады аты. Соның өмірін зерттеп
бүкіл архивті мұрағатты қазбалап, оның ұрпақтарымен кездесіп, өмірінің 50-60 жыл уақытын соған арнап трилогия жазған Наркескен деген. Сол кісінің шығармасында қазақты бейтіп таныстырып тұр ғой, енді керемет қой ана жерде енді. Былай қарасаң. Соны айтқан кезде аналар айтты, мен айттым, бұны мен киноға, Голливудқа ұсынамын дедім да, мен ана скауттармен жұмыс істеймін деп. Скауттардың өздері қалай көшті не болып жатыр. Былай қарасаң енді бетіп кеудені керіп мақтанатын жұмыс жасайтын дүниелеріміз өте көп. Оның бәрі де өзінің несімен уақытымен келіп тұр. Тек қана мемлекет те біздің ойланып, жаңағы өзіміздің түрік бауырларымыз ғой енді. Солардан ақылдасын десеңізші. Мен қарасайшы енді, мен басқаларды айтпай-ақ қойғанда, грант бөліп тұр ғой олар. Кәдімгідей үлкен қазынаны бөліп тұр соған, аямай. Түрікті сыртқа насихаттау үшін, анау Жапон келіп, ананы мен Жапонияда таныстырамын, сенің түріктің шығармасын десе, аудармаңа мынау ақша, басып шығарам дейсің бе, мынау ақша деп ұсынып отыр. Баспа шығындай беріп отыр, аударма шығынды грантпен беріп отыр. Мына жерде мынандай дүние бар екен. Европада, мына Евроодақта шығармашылық бағыттағы Европа деген бағдарламалар бар екен. Ол жерде де егер сен олардың өздерінің мына 2009 жылдан бастап өткізіп жатқан бір премиясы бар, әдеби премиясы. Сол бағытта сен жұмыс істейтін болсаң, егер бір проект ұсынып, саған да грант бөледі. Мысалы, сол әдеби премияның авторларын мен Қазақстанда таныстырамын. Мен мына авторды таңдадым деп 5 авторды таңдадым ба, 100 000 евро саған ұсынады. 10 авторды таңдайсың ба, 200 000 евро ұсынады. Аудармамен басып шығарғанға, насихаттағанға. 20 автордан не қыласың, 300 000 евродан жоғары саған қаржыны бөліп береді. Соны қазақтар біздің көрме жәрмеңкелерге барғанда барып, баспагерлер танысып, жазушыларды етіп барып, мен Оразалы Сәбден ағамыз таныстырдым, біздің құрмет тұтатын академик ғалым ағамыз бар, қандай мықты шығармалары бар. Таныстырғанды мақтанып тұрып таныстырам ғой, Оразалы Сәбден аға қасында отыр. Жаңағы қандай бір құрмет көрсетіп, қандай бір бастары иіліп тұрып жаңағы құрмет көрсетеді ғой біздің. Мен әрбір жазушыны солайынан құрметтеп таныстыра аламын да, мындай жерге барған кезде. Өйткені олар сондай құрметке лайық, сондай үлкен бағалауға лайық біздің қоғамдағы жазушыларымыз. Бізде енді жаңағы мемлекеттік сыйлықпен соның өзінде қаншама жазушының жыл сайын жүрегін ауыртады да, бір 3-4 ғана алады. Негізінде мемлекеттік сыйлыққа ұсынылған адамдардың бәріне беру керек деп ойлаймын. Ұсынды ма, оны өйтіп талқылауға түспеу керек. Олар сол жерге жетті ма, оның бәрі сол құрметке лайықты. Бізде қаламақы, қаламгерлерді бағалау жағы әлде кемшін түсіп жатыр ғой. Ал шетелде қаламақы мәселесі қалай шешілген? Олай болады. Шетелде, мысалы, шығарманы алады. Мысалы, мен қытайлықтармен сөйлескен кезде олар айтты: "Міне, сіздің шығармаңызға бірінші біз гонорар береміз" дейді. Ол гонорар стандарт екен. Жарайды, оны айтпай қойын, қанша гонорар екен. Сол гонорарды алады. Содан кейін Қытайда бір кітап шығару үшін жаңа автордың, мысалы, олар аударады ғой Қытай тіліне, 2 жыл уақыттарын жұмсайды екен. Бір кітапқа асықпай, жақсылап аударады, одан кейін жақсылап редакторлық жұмысын жасайды, сосын баспа типографиялық жұмыстарын, соның бәрі 2 жыл уақытын алады. Сосын кейін сатылымға шығады. Анау гонорарын алған бір разовый, бір рет алды басында. Содан кейін анау сатылымға шыққаннан кейін ал жазушыны шақырады да, елге шақырып, анау көрме жәрмеңкеге алып барады, мынау көрме жәрмеңкеге алып барып насихаттап, сөйтіп әр сатылымнан жазушыға роялти түседі. Соның пайыздық бір үлесі. Әр кітаптан сатылымнан. Қаламақының бір түрі. Роялти деген әр кітаптан авторлық қаламақы. Әр кітаптан түсетін. Мысалы, анау біздің ақшамен есептегенде кітап, мысалы, 5000 теңге ғой қазіргі кітаптар, 4000-5000 теңге. Соның белгілі бір пайызы жазушының аккаунты ашылады, сол жазушының аккаунтында бірден түседі. Автомат түрде. Бірденен, барлығы ашық. Сен онлайн кітап сататын, жаңа электронды кітап, e-book сататын болсаң, электронды кітап, ол күніне 1 миллион кітабы сатылып кетеді екен. 1 миллион кітап. Амазоны бар, басқа желісі. Ол барлығына қояды. Мен Үндістанмен келіссөз жүргіздім де, Үндістанның бір мықты командасымен біраздан бері байқап жүретін жұмыстарын. Солар өздері шықты маған ұсыныспен, сізбен кездесейік деп еді. Ол орталық Азияға шыға алмай жүр екен, агент іздеп. Мен тап келдім да, ана жерде мен жарқырап тұрмын ғой, ана Digital неде, Франкфурттың әдеби агент орталық Азияның деп.
Бірденен көзіміз жарқырап сізге келдік қой дейді ғой. Орталық Азияға қалай шығуды білмей жүргенбіз дейді. Солардың мықты жобасына мен ұсынайын деп отырмын. Қазақ әдебиетін, Орталық Азияның басқа да мықты туындыларын. Бәрекелді. Бақтығүл ханым, енді сіз секілді әдеби агенттер жалпы біздің мынау Орта Азия ішінде, оның ішінде Қазақстан ішінде көптеп болғаны маңызды ғой, керек қой. Ізбасарларыңыз дайындап жатсыз ба? Ізбасарлар, мен қаншама жастармен сөйлесемін, жазушылар болсын, қолдарына қалам ұстаған, журналистер болсын, осы әдебиетке қатысты қаншама осы түрлі іс-шараларды танысамыз, кездесеміз, соларға әйтеуір бірден егетін болуым керек. Мына ойыммен, идеяммен. Солардың бәрі қолдарына бір жаңағы өздерінің жаңағы істерін алып, жаңа басқарып, өздері әдеби агентпіз деп таныстырып, өздері қызмет етіп, сөйтіп бір жұмыстарды жасап кетіп жатыр. Жан жақтан тіптен Саят Қамшегер деген мектепте мұғалім негізі өзі ше? Саят Қамшегер. Әжептәуір бір жағынан кітапты да басып шығарып жатыр, кітапты да аударып шығарып жатыр. Өзін әдеби агент ретінде де, мысалы, ол өзіміздің мына Татарстанға, мына Ресейдегі өзіміздің бауырларымыз бар ғой, мына соларға да барып келіп, сондай бір жұмыстармен жақсы жұмыстарын жасап жүр. Оның өзі де осы мен шыққаннан кейін ойланып, бүйтіп қимылдамасақ, бізге кім не әкеп береді? Өзіміз қимылдамасақ болмайды екен ғой деген менің бір айтқан ойымнан бір ой түйіп шыққан, түсінік келіп жатыр дейсіз ғой. Шыққан деп ойлаймын. Өйткені әйтеуір бір қозғалысты мен туғыза алдым. Бір толқынды жасай алдым деп ойлаймын. Мен әдеби агенттікті негізі кәдімгі ресми аштым, бірақ та біздің андай-мындай қоғамдағы мәселелерді білесің ғой. Бюрократиялық. Мынау салық несі бар, андай менің нем әлі табыса келіп жатқан жоқ қой. Біздің авторларымыз әлі төлей алатын қызметі жоқ. Мына жақта біздің нарықты әлі білесің, сондай енді бір талпыныстар болып, нелер болып, қызметімді бағалап, мынау жол сапар шығындары бар дегенде менен көп сапарларға шығам ғой. Сонда жаңа көтере алатын авторлар бірлесіп, сондай жұмыстарды жасап жатыр. Ал бірақ мемлекеттік деңгейде жаңадай әдеби агенттік құрылып жатса, жаңағыдай халықаралық көрме жәрмеңкелер және насихаттау департаменті құрылып жатса, сол істің басқасында мен сияқты, өзің сияқты жандар бірлесіп жұмыс істесек, біздің қазақ әдебиетінің жұлдызы жарқырай береді ғой, жаным. Соңғы сұрақ, Бақтығүл ханым, кітап нарығы қалай дамуы мүмкін? Өзіңіздің болжамыңыз бар ма? Осы саланың маманы ретінде. Енді қазір кітап нарқына келген біздің мына Step and World баспасы болсын, паблишинг, Раиса Сайран Қадыр бастап жатқан ұжым мықты шедеврлерді алып келіп жатыр ғой біздің қазақша контентке. Шыңғыс Мұқан басқаратын мазмұндама, мынау Қасым кітап. Қасым, одан кейін мына Алқа жақында ғана ашылған, солардың жұмыстарын айтсам, көңіл қуанады. Өйткені шынымен де бізде талпыныс бар. Талпыныс болған жерде ол міндетті түрде өзінің бір нәтижесіне келеді. Түсінікті. Көп рахмет. Біздің подкастымызға бүгін арнайы уақыт бөліп, өзіңіздің келелі ойларыңызбен, идеяларыңызбен бөліскеніңізге мың алғыс. Қазақ кітабын әлем нарығына, әлем әдебиетіне танытудағы еңбегіңізге тәнтіміз. Сол жолда кәсіби жетістіктерге, табысқа жете беріңіз. Рахмет сізге де. Құрметті көрермен, қазақ тіл білімі мен ғылымын бірге дамытайық. Ой қозғау подкастының студиясында қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.